кісіні кейде таршылық қинайды, кейде баршылық сынайды. Өмір 3 бөліктен тұрады. Кеше, бүгін, ертең. Кешегі өміріңді білесің, бүгінменен өмір сүресің. Ертеңгі өмір міне сол қызығырақ. Естілердің сөздерін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады. Қаншама адам көрдім, сыртында киімі жоқ. Қаншама киім көрдім, ішінде адамы жоқ. Адам бола білу ең қиын мамандық. Бұл өмір саған кепілдік бермейді, тек мүмкіндіктер береді. Ақша шіркін майдаланса тиын ғой, адам шіркін майдаланса қиын ғой. Біреуге балшық лақтырғанда есінде болсын. Лақтырған нәрсен оған жетпей қалуы мүмкін, бірақ сенің қолында кір қалады. Міні жоқ адам болып көрінуге тырыспа. Кемшілігі жоқ адамның артықшылығы да жоқ. Ешқашан ешкімге сенбе, ешқашан ешкімнен көмек күтпе. Адамдар сен туралы не айтса да тыңдама, жай ғана бәрін өзің жасағаның дұрыс. Біреуге ренжіп қалсаңыз, тек осы шақты айтыңыз, өткенді қозғауға болмайды. Ақымақ әйел күйеуін көзден таса қылмайды. Ақылды әйел күйеуін жетектеумен болар, ал дана әйел күйеуін еркіне жіберер. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады. Жақсы адам қателессе, қатесінен сабақ алады. Жаман адам қателессе, өзгеден өш алады. Бір ауыз сөз жүректің дәрігері, бір ауыз сөз жүректің әбігері. Өсер елдің балалары тату келер, қысылса бір-біріне ақыл берер. Не істесен де ойланып істе. Сау адамды өмірдің өзі, науқас адамды оның мәні қызықтырады.